Қайын әпкем менің өмірімді тозаққа айналдырды. Келін болып түскен күн. Менің атым Ақнұр. Мен тұрмысқа 20 жасымда шықтым. Кішкентай ауылдың қарапайым қызы едім. Әкем зейнеткер, анам үй шаруасында. Біз ешкімге зиян тимейтін таза еңбекқор отбасы болдық. Менің бақытым өзім секілді сабырлы, салмақты жігітке жолыққанымда басталған сияқты еді. Есімі Асқат. Асқаттың отбасы қалада тұратын. Енесі тыныш мінезді, әкесі ерте қайтыс болған. Асқаттың әпкесі бар еді, бірақ ол тойда болмады. Той әдемі өтті, бәрі күліп ойнап, келінді көтеріп қарсы алды. Жүрегімде қорқыныш та бар, үміт те бар еді. Келін болып түскен алғашқы апталар тыныш өтті. Енеммен әңгімем жарасты, таңмен ерте тұрып шай қойып, үйреніп келе жаттым. Асқат сөзге сараң, бірақ жылы қарайтын. Күндер өте бастады. Өмірім бір қалыпқа түсіп келе жатқандай еді, бірақ ол келді. Үйге кенеттен көлік тоқтады. Енем, әпкесі келді ғой, деді. Үйге суық жүзді, өзін тым еркін ұстайтын, көзі өткір әйел кіріп келді. Келін осы ма? Жарайды, көреміз, деді де аяқ киімін теуіп шешіп төрге озды. Ол Назгүл еді. Асқаттың туған әпкесі. Қалада тұрады, күйеуі бар, бірақ жиі анасының үйіне келіп тұрады екен. Бір көргенде мені жылы қабылдағандай болды. Қош келдің, келінжан, енді осы үйдің тірегі сен боласың, деп күліп. Бірақ сол күлкінің астында у бар екені жүрегіммен сездім. Кешкі шайда Назгүл мені сынай бастады. Келін шайды қою қайнатыпты ғой, ішімізге от түсіп кете жаздады, деді. Енем жай ғана жымиды. Мейлі, үйреніп кетер, деді де қоя салды. Ол менің ішімде бір ащы сөз түйін боп байланды. Асқат үндемей шайын ішіп отыр. Жанымда отырған менің қорғаным болу керек адам, бірақ ол үнсіз. Таң сарысымен Назгүл, ерте тұрмайсың ба, келін? Бұл үйде кеш тұру жалқаулықтың белгісі, шешемде ренжиді, деп дүрсе қоя берді. Мен көзімді қалап тұрып, кешіріңіз, көзім іріңдеп ауырып тұр еді, дедім. Сылтауыңды айтып үйренгенсің бе, әлде үйіңде де осылай жатқансың ба, деді. Бұл сөз маған ғана емес, анамның тәрбиесіне де тиді. Жылап алдым, бірақ дауыстап емес, ішімнен тыныш, үнсіз. Сырт көріске бәрі тамаша. Менің Инстаграм парақшамда тәтті шай, шайылған дастархан, жарқыраған көйлек. Жұрт, қандай бақыттың бар, деп жазды. Ал шындығында менің бақытым қорқыныш пен үнсіздік арасында жаншылып жатқан. Назгүл үйде қала берді. 3 күн бойы маған демалуға да, бір сәт тынуға да мүмкіндік бермеді. Кеше маған қарап, келін осы үйдің қызметшісі емес, иесі болу керек. Бірақ сен қызметшісінің деңгейіне де жете алмай отырсың, деді. Басын тік ұстап, маған төменнен қарап тұрып айтты. Ал мен аузыма сөз түспей көзіне қарай алмадым. Сол түні Асқатқа айттым. Назгүл әпке мені мазақ етті. Асқат жай ғана, ол менің әпкем. Ұрысқысы келіп тұрған жоқ, үйретіп жатыр, деді. Сол түні мені жастығымды құшақтап жатып, ішімнен сыбырлап айттым. Мен осы үйге келін болып емес, біреудің ашуын басу үшін келген сияқтымын. Бірақ мен де адаммын, жаным бар, жүрегім ауырады. Әр отбасында қайнәпке бар, бірақ бәрі бірдей емес. Кейбіреуі қамқор, ал кейбіреуі басып жаншуға дайын. Жас келін үйге үйреніп болмай жатып, оның үстіне
бұлай билік жүргізу үлкен күнә, себебі келін де адам, оның да жүрегі бар. Бәрі жай ғана сөзден басталған сияқты еді, бірақ сол сөздер маған күн сайын инедей қадалып жаныма жара салатын. Қайын әпкем Назгүл бір көргенге ақылды, сөзі өтімді, енесінен де күйеуіме де керемет қыз сияқты, ал менің көзімше басқаша адам. Бір күні Назгүл таңғы ас кезінде «Ақнұр түк істемейді, шай ішіп диванда жатады» деп анасына айтты. Ене мені жаққа бұрылып, «Шын ба келін?» деді. Мен үндемедім. Назгүл тағы да жалғастырды. «Осы келіндер жатып ішер болып кеткен, ертең бала тапса, бәрімізге масыл болады». Мен ішімнен от боп жандым. Өзіме де, анама да тіл тигізіп тұр. Бірақ жанымда Асқат үндемейді, бәрін естіп отыр. Бір күні Асқат жаймен «Назгүл апай мені жамандап жатыр деп мені қорлады» дедім. Ол менің әпкем, бір-екі сөзге бола үйдің тыныштығын бұзба деді. Мен түсіндім, мен емес әпкесін тыңдайды. Сол күннен бастап жүрегім мұздай бастады. Кей күндері үйдің ішінде тыныштық орнады, бірақ ол алдамшы тыныштық. Назгүлдің бірақ маған бәрін айтып тұратын. Жексенбі күні жуынып шайынып отырғанымда қасыма келіп, «Күйеуінің көзінше періште бола салдың, бірақ өзіңнің кім екеніңді мен білем» деді. Сол сәтте өзімді жердің астына кіріп кеткендей сезіндім. Күйеуіме айтсам тағы да, «Сен бәрі қиындатасың». Ең ауыр нәрсе жұрттың бәрі сені кінәлі деп санай бастағанда, сен де өзіңе сенуді тоқтатады екенсің. Мен тіпті бір күн айнаға қарап тұрып, өз-өзімнен, мүмкін, мен шынымен жаман келін шығармын дедім. Бірақ жанымда тек жалғыздық қана жауап қатты. Назгүл енемнің құлағына өтірік сөз сыбырлады. «Ақнұр үйде телефонмен көп отырады. Бұл үйде тұрғысы келмейтін сияқты» деді. Сол сөзден кейін енем маған салқын қарай бастады, ал мен үндемей жұттым. Қайын әпкенің сөзі кейде пышақтан да өткір. Ол саған жау болмаса да, ішіңдегі арам ой сені улайды. Ал егер күйеуің үндемесе, ол да солуды бірге ішіп отыр деген сөз. Ақнұр енді ғана түсіне бастады. Бұл үйде жай ғана келін болып күн кешетін емес, жан үшін күресетін орын екенін. Назгүл мені күнде тістей берді. Үйде бір минут тыныштық болмады. Ал Асқат бұрынғыдай емес, өзгере бастады. Ол жұмыстан келіп үндемей телефон шұқылайды. Көзі менің көзіме түспейді. Назгүл мен туралы не айтса да, «Я» деп басын изей салады. Күндердің бір күнінде ауырып қалдым. Басым қатты ауырып түске дейін жаттым. Кешке тұрып ақырын тамақ дайындадым. Назгүл, «Келін ауырып жатыр екен деп, бәріміз ашық тұрмыз керек пе?» деді. Асқат келіп, «Тамақ дайын емес пе?» деп сұрады. «Жасап жатырмын, денсаулығым болмай тұр» дедім. Асқат, «Үйленбегенімде ғой осындай ұрыс көрмес едім» деді де бөлмесіне кіріп кетті. Сол сәтте менің жүрегім жарылып кеткендей болды. Қатты ауыр сөз, қатты. Кешірілмейтін үнсіздік. Сол түні жылап отырып ойланып шықтым. Мен осы үйде ешкім қорғамайды, ешкім. Анаммен сөйлесейін десем уайымдап қалар. Әкем қан қысымы бар, ал күйеуім менің жауымның сөзін сөйлейтін адамға айналды. Ешкім естімейтін жанайқай. Жылағым келсе де, даусым шықпайды. Іштегі үміт. Үй ішінде мен жүрегімде бәрі тынышталады, ал мен кетсем күліп ойнайды. Асқат, неге мені қорғамайсың? Сен әпкең мені күнде қорлап жатыр дедім. Сен өзің бірдеңе істеп жатқан шығарсың. Назгүл жай адам емес қой, әркімге сөйлей бермейді. Сол сәтте мен бәрін түсіндім. Мен жалғызбын. Менің сенгенім менің әлсіз түсім екен. Асқат менің қорғаным емес, менің үнсіз жазалаушым болып кетіпті. Әйел адам күйеуіне сеніп тұрмысқа шығады.
бірақ күйеуі сенбей қалса, ол әйел бұл дүниеден ең қорғансыз пендеге айналады. Ақнұрдың көзінде үміт сол түні сөнді. Тіркеліп лайк басыңыз және бұл оқиға туралы не ойлайсыз, соны комментарийға қалдырыңыз.